Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, ерекше болып шығатын самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Арнадан алыстамаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған жұмыртқамыздың үстіне қаймағымызды да салып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Екеуі жақсылап араласқаннан кейін үстіне дәміне қарай тұзымызды салатын боламыз. Тұзымызды салып алғаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып жақсылап езетін боламыз. Езіп алғаннан кейін үстіне қопсытқышымызды салатын боламыз. Қопсытқышымызды салып алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды асықпай жай-жайден салатын боламыз. Ұнымызды салғаннан кейін қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын қамыр илеп болған соң морозилкаға 15-20 минутқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша енді салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге фарш қажет. Фаршымыздың үстіне жуамызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша картошканы турап салсаңыздар болады. Және дәміне қарай тұз салатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша түрлі дәмдеуіштерде қоссаңыздар болады, дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Ал енді дайындап қойған қамырымызды қолымыздың икемімен сопақша тәріздес жаятын боламыз. Қолдарыңыздың көмегімен осылай жасасаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды дөңгелек пішінді етіп кесетін боламыз. Қолдарыңызбен осылай жұқалатсаңыздар болады. Ал енді барлық қамырымызды жұқа емес, қалың емес, орташа сантиметрде осылай барлығын жайып алатын боламыз. Қамырымызды жақсылап жайып алған соң, ішіне дайындап қойған салмамызды салатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген пішінді қылып түйсеңіздер болады. Мен 3 бұрышты қылып түйдім. Дайын болған самсамызды пешімізге 160-180 градуста жарты сағат 40 минут пісіретін боламыз. Сіздермен болған назым, астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен дәмді рецептермен бөлісетін боламын.